Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында нанға және бауырсаққа бірден бір қамырды илей салудың жолын көрсететін боламын. Ешқандай да жұмыртқа, майонез, тағы да басқалардың қажеті жоқ. Бар жоғы су, тұз, ұн болса болғаны. Мінекей ең алдымен жылы суымызды табамызға құйып, оның үстіне керекті мөлшердегі тұзымыз бен шекерімізді салатын боламыз. Және міндетті түрде дрожжды салуды ұмытпаңыздар. Осылайша жақсылап араластырып, 2 ас қасық сұйық май құйсаңыз болады. Егерде сіз майлылау болғанын ұнатпасаңыз, қоспасаңыз да жұмсақ жақсы шығады. Сол себепті алаңдамаңыз. Мінекей осыларды қосып араластырып болғаннан кейін, осы сұйықтыққа бірден көп мөлшерде ұныңызды салып, жақсылап қасықтың көмегімен қоймалжың масса шығарып алатын боламыз. Міндетті түрде осылай судың үстіне ұн қоса отырып араластырсаңыз, қамырыңыз өте жұмсақ шығатын болады. Мінекей қоюланып бастағаннан кейін қолдың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Достар, төменде 800-850 грамм деп жазылғанмен, осылайша қамыр илеу барысында жұмсақ болып қолға жабыспай бастаған кезде ұн қосуыңызды тоқтата қойыңыз. Мінекей жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді дрожжиіміз реакцияға түсіріп көтерілу үшін кем дегенде 1 сағат жылы жерде тыныштыққа қоятын боламыз. Мінекей менде 1 сағат өтті. Қараңыздар, кереметтей болып көтерілді ғой, прям деген жұмсақ бауырсақтардың шығатын уже біліп тұрмын. Енді осыны басып аламыз. Қолымызды сәл майлап алғаныңыз дұрыс, себебі қамыр қолға жабысады. Содан кейін осы қамырымызды 2-ке бөліп алатын боламыз. Себебі бір қамырдан бір бөлігінен нан саламыз, екінші бөлігінен бауырсақ пісіретін боламыз. Менде нан пісіруге осындай арнайы қалып бар. Оның үшін сәл майлап сұйық маймен осы жарты бөлігін салып, бетін жылы сүлгімен жауып, тыныштыққа қоятын боламын. Яғни тағы көтерілуін күтетін боламын. Сол сәтті пайдаланып, қалған бөлігінен бауырсақ жасап бастайтын боламын. Нанымыз қалыпта көтерілгенше екінші бөлігінен бауырсақтарға пішін беріп бастайық. Ол үшін тақтайымызға сәл ұн себелеп, қамырымызды орналастырып, содан кейін қолдың көмегімен сәл жайыңқырап аламыз, сосын оқтауымызбен қалыңдау етіп жайып шығатын боламыз. Мінекей осылай жайып шығамыз. Керекті қалыңдықта қатты жұқа етіп жібермеңіздер. Керекті қалыңдықта жайып болғаннан кейін пышақтың немесе арнайы кескіштің көмегімен 4 бұрышты етіп бауырсақтарымызды кесіп шығатын боламыз. Достар, егерде сіз домалақ қылып жасағыңыз келсе, оны да стаканның көмегімен дөңгелек етіп кесіп шығуыңызға болады. Маған осылай ыңғайлы болғандықтан осы 4 бұрышты форманы таңдадым. Егерде бауырсағыңыз прям үлпілдеп, пышный болып шыққанын қаласаңыз, осылайша кесіп болғаннан кейін бетін жылы сүлгімен жауып, тағы да 10 минутқа тыныштыққа қойып қоюыңыз қажет. Сол кезде осы қамырларымыз және тағы көтеріледі де, жұмсақ бауырсақ шығатын болады. Мінекей 10 минутқа тыныштыққа қоюдамын. Сол сәтте табама майымды құйып дайындай беретін боламын. Осылайша қыздырып алғаннан кейін 10 минуттан кейін бауырсағымды салып бастаймын. Қазір көресіздер, прям үріліп пышный болып шығады ғой. Дәмі деген керемет болып шығады. Қараңыздар, уже үріліп жатыр. Енді келесі бетіне, қызарған бетіне ауыстырып алып, қағаз сүлгі орналасқан ыдысыма сүзіп алатын боламын. Видеоның басында айтқанымдай-ақ, ешқандай жұмыртқасыз, майонезсіз, қаймақ қоспай-ақ осындай үлпілдек кереметтей бауырсақтарды қарапайым ингредиенттерден жасауға болады. Мінекей екінші партиясын салудамын. Енді уже 1-2 жеп қойдым, дәмі деген ғажап болып шығып жатыр. Сіздер де осы рецептпен жасап көруді ұсынамын. Бауырсағымызды пісіріп боламыз дегенше, қалыптағы нанымыз да көтеріліп қалыпты. Енді беті қызарып пісу үшін жай ғана сүтті жағып шықсаңыз болады, немесе жұмыртқаның сарыуызын жағып шықсаңыз да ештеңе етпейді. Осылайша қызып тұрған 170 градустағы пешіңізге бар жоғы 20-25 минуттың ішінде наныңыз осылайша көтеріліп, жұмсақ болып шығатын болады. Ыстықтай сары маймен жесеңіз керемет кетеді ғой. Қараңыз, бауырсақ та үлпілдеп шыға келді.